Сәлем достар, сіздерге Риксис Радамис 5 жұлдызды қонақ үйіне ас мәзіріне обзор түсіргім келіп отыр. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай тіске басардың түр-түрі, сан алуан түрі көрсетілген. Өздеріңіздің талғамыңызға жер орта теңізінің де аш саяндары, балықтар деген сияқты креветки түр-түрі бар. Фруктиді көріп тұрғандарыңыздай міне. Алма, банан, Мовенпик мороженое бізде Алматыда өте қымбат тұратын, қалағаныңызша беземейтін аласыз. Бұл түрк елінің отелі болғандықтан түрктің неше түрлі тәттілері де көрсетілген. Мінекей, қарап, кез келгенін алып өзіңіз салаттарды өзіңіз жасап жесеңіз де болады, дайын тұрғандары да бар. Суши, тағы да паста деген сияқтылар да бар. Японияның, Италияның кухнясы. Тәттілерге келер болсақ, тәттілердің енді таңдауы өте көп. Пирожный, торттар, әдеміленіп безендірілген торттарды кесіп ала бересің. Манголары енді сөз жоқ, өте дәмді болады. Безе көріп тұрғандай. Балалардың жағдайы толығымен қарастырылған десек те болады. Осындай оларға отдельный ресторандары бар. Келіп, баланың йогурттарын, питьевой йогуртын, вафли, тәтті бәліштер, кесілген алма, жеміс-жидек, овощи бәрін салып алып, балаңыздың қарнын тойдыра бересіздер. Ешқандай тамақтан қиындық көрмейтін, сондай керемет суп десеңіз, суп бар. Күріш жақсы көретін, кішкентай балалар болса, күріштен жасалған тамақтар, мына жақта тағы да басқа запеканка десеңіз, запеканка, овощи, сосиски, наггетсы, макароны, фри, бургеры. Бұл Риксис Радамистің келесі екінші филиалы десек те болады. Бір территорияда орналасқан. Бұның да аспазымен қазір танысатын боламыз. Ресепшн зонасы өте әдемі. Blue Planet және Риксис Радамис Тирана болып екіге бөлінеді. Маған енді екеуі де өте күшті дәмді тамақтар берді деп ойлаймын. Көріп тұрғандарыңыздай тамақтары почти бірдей десек те болады. Кішкене ғана разница болуы мүмкін, но көп жерде прям тамақтары, ас мәзірі бірдей сияқты көрінді. Диета ұстайтын адамдарға, немесе тағы да сахармен ауырсаңыз деген сияқты неше түрлі андай жағдайға қарастырылған, барлық жағдай қарастырылған. Диеталық тамақ, диета емес тамақ, бәрі бар. Нандары да енді сөз жетпейді. Өте дәмді, выпечка жақсы көретін адамдарға мен сияқты. Так что келіңіздер.